Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Доп Дауысы каналы. Кеше ғана өздеріңіз көргенде, байқағандай Қазақстан 1-8 кубоктық ойындар өтті. Сол 1-8 финалдық ойындарға қысқаша обзор жасайық. Ең алғаш болып ойында ашқан Оқжетпес өз алаңда жеңісті қабылдады. Есеп 2-3 жеңістің пайдасына шешілген ойын. Екі команда да бұл ойынға толық құраммен шықты. Ең алғаш болып жеңіс ойыншысы Андрей Ульшин ойынның 14 минутында есеп ашты. Көп ұзамай Оқжетпес ойыншысы ойынның 20 минутында Абдумананов есепті теңестірді. Дәл осы тең ойынмен екі команда да үзіліске кетті. Екінші таймның 65 минутында Сағдат Тұрсынбай гол салып, жеңісті алға шығарды. Дәл осы Сағдат Тұрсынбай әр ойын сайын көзге түсіп, команда көшбасшыларының біріне айналып жатыр. Ойынның 83 минутында Элдар Сантана бразилиялық стилде қайшылап тұрып гол салып, есепті 1-3-ке жеткізді. Ал ойынның аяқталуына 1 минут қалғанда Тоқтар Жаңғылышбай Оқжетпес ойыншысы гол салып, есеп айырмасын қысқартты. Бірақ бұл ойын Тоқтар Жаңғылышбай есепті қысқартқанмен Оқжетпестің келесі турға өтуіне жеткіліксіз болды. Келесі 1-4 ширек финалда жеңіс өз алаңында Қызылжарды қабылдайды. Қазақстан кубогы 1-8 финалдық ойындары. Ертіс командасы өз алаңында Қызылжарды қабылдады. Есеп 1-2 Қызылжардың пайдасына шешілген ойын. Ойынға келетін болсақ, ойынның 23 минутында ауттан берілген пасты өз пайдасына ұтымды пайдаланған Демият Сламбеков Қызылжар командасында есеп ашып, Қызылжар командасын алға жетеледі. Араға көп ұзамай бірінші таймның 30 минутында Мирас Тұрлыбек есепті теңестіріп, Ертіске үміт сыйлағандай еді. Бірақ ойынның екінші таймның 59 минутында бұрыштамадан көтерілген пасты өз пайдасына сәтті пайдаланған Галабов Қызылжар командасын жеңіске жетеледі. Негізі Ертіс командасының бұл ойында есепті теңестіріп, экстра таймға шығуына мүмкіндіктер болған еді. Бір емес, екі емес, қанша моменттер болды. Ертіс командасы оны пайдалана алмады. Қызылжар командасы өз қақпасын голдан аман алып қалды. Ертіс командасының жанкүйерлері өте наразы, күннен күнге наразылықтары арту үстінде. Айта кететін болсақ, Ертіс командасының ең медийный жанкүйері Алдияр Жапарханов әкімге үндеу жасап, командаға өзінің бір шара қолдануын сұранды. Келесі 1-4 ширек финалда Қызылжар жеңіс командасымен күш сынасады. Қазақстан кубогы келесі матч Атырау өз алаңында Жетісуды қабылдады. Қайрат Әл-Талдықорғани Чебуринге мастер-класс көрсетті. Есеп 2-0 Жетісудің сенімді жеңісі. Жалпы Қайрат Нұрдаулетов КПЛ-де де жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Қазақстанның жас мамандарының осындай жақсы нәтиже көрсетуі бізді қатты қуантады. Ал ойынға келетін болсақ, есеп 2-0 Жетісудің сенімді жеңісі. Бірінші тайм тең нәтижеде болды, есеп 0-0. Екінші таймның 48 минутында бұрыштамадан көтерілген допты Мансұр Бірқұрманов өз пайдасына ұтымды пайдаланып, есепті ашты. Екінші таймның 55 минутында Иванович екінші голды салып, Жетісу командасына сенімді жеңіс сыйлады. Келесі 1-4 ширек финалда Жетісу Шымкенттің ордабасымен күш сынасады. Қазақстан кубогы келесі ойын Астана Тобылды қабылдады. Есеп 1-2 Тобыл келесі 1-4 ширек финалына өтті. Астана бұл ойынға толық құраммен шыққан жоқ. Себебі Астана премьер-лигаға да, кубоктық ойындарға да таласуға ресурсы жетпейді. Ал Тобылға келетін болсақ, Тобыл действующий кубок иегері, тренерін ауыстырды. Сезонды өте нашар бастады. Жанкүйерлердің алдында өз абыройын сақтап қалу үшін бұл кубоктық ойындар өте жақсы мүмкіндік еді. Дәл сол мүмкіндікті жақсы пайдаланып келесі кезеңге өтті. Ал ойынға келетін болсақ,
есеп 1-2. Ойынның 7-ші минутында Амин Талал есепті ашып, Тобылды алға жетеледі. Ойын 41-ші таймның 45-ші минутында Данияр Үсенов қызыл қағаз алып, Тобыл командасын бір ойыншыға кем қалдырды. Ойынның 80-ші минутында Санжар Ануаров Астана сапында гол салып, есепті теңестірді. Дегенмен де ойынның 87-ші минутында Жаслан Жұмашев жеңіс голын салып, Тобылды келесі кезеңге шығарды. Тобыл келесі кезеңде Қайсар командасымен күш сынасады. Қазақстан кубогы келесі ойын Қайсар өз алаңында Алматылық Қайратты қабылдады. Есеп 2-1. Қайсар келесі кезеңге шықты. Қайрат командасы Еврокубокте ойнайтын болғандықтан Қазақстан кубогінен толық бас тартты, немесе жастар құрамасына сенім үлкен болғандықтан осы жастар командасын жіберді өз бапкерімен бірге. Сонда да Қайрат командасы жеңіске жете алмады. Қайсар командасы қанша ойыннан кейін ең алғашқы жеңістеріне жетіп отыр, және бұл жеңіс Қайсар командасы үшін өте маңызды еді. Қайсар ойынның 4-ші минутында Ерсұлтан Қалдыбеков жұлдызды қақпашы Қайраттың жұлдызды қақпашысы Шерхан Қалмырзаның өрескел қателігін пайдаланып есепті ашты. Ойынның 61-ші минутында Батырхан Тәжібай Қайрат қорғаушыларының қателігін ұтымды пайдаланып есепті еселеді. Ойынның 93-ші минутында Азамат Тұяқбаев есепті қысқартқанмен, бұл Азамат Тұяқбаевтың голы Қайрат командасына келесі кезеңге өтуге көмектесе алмады. Қайсар командасы келесі 1-4 ширек финалда Тобыл командасымен күш сынасады. Қазақстан кубогы Алтай өз алаңында Ұлытауды қабылдады. Голдарға толы болған матч. Біз бұл матчта толық 7 гол көрдік. Ойынның 12-ші минутында Рамазан Абылайхан Ұлытау сапында есепті ашып, Ұлытауға жеңіс сыйлағанда еді. Біз дәл осылай бірінші таймды 1-0 есебімен аяқтадық. Екінші таймның 54-ші минутында Елисей Гаршунов есепті теңестірсе, сол дәл Елисей Гаршунов ойынның 64-ші минутында дубль істеп, Алтай командасын алға шығарды. Ойынның 82-ші минутында Максим Чалкин есепті теңестіріп, Ұлытау командасына бір үміт сыйлағандай болды. Ойынның 87-ші минутында Никола Ямбар гол салған, бірақ сол эпизодта офсайд тіркеп голды есептемеген. Максим Чалкиннің голы бұл ойынды экстра таймға жалғастырды. Экстра таймның 95-ші минутында Катара Киши Ұлытау сапында гол салып, Ұлытау командасын алға жетелеген болатын. Бірақ дәл сол Катара Киши ойынның 104-ші минутында қызыл қағаз алып, өз командасын бір ойыншыға кем қалдырды. Сол кемшілікті ұтымды пайдаланған Алтай ойыншылары Ораз Сайлаубаев ойынның 111-ші минутында есепті теңестірсе, ал ойынның 119-ші минутында Никола Ямбар 4-ші голды салып, Алтай командасын келесі турға жетеледі. Келесі 1-4 финалдық матчта Алтай Ақтөбе командасымен жартылай финалға таласады. Орталық матч Ақтөбе өз алаңында Елімайды қабылдады. Есеп 2-1. Ақтөбе келесі кезеңге өтті. Елімай Ақтөбе командасын менсінбей шықты ма, әлде Қобыланды Батыр және жанкүйерлердің давлениясы әсер етті ма? Бұл ойын бойынша екі команданың да төрешіге деген наразылығы өте көп. Ойынға келетін болсақ, Қазақстандағы ең алғашқы голын және ең алғашқы дублін жасаған португалиялық легенда Луиш Нани ойынның 59-ші минутында қапталдан алған пасты өзінің жеке шеберлігімен орындап есепті ашты. Сол Луиш Нани ойынның 83-ші минутында дубль жасап, Ақтөбені 2-0 есебімен алға шығарды. Ойынның 86-ші минутында Елімай командасы қызыл қағаз алып, Елімай командасы бір ойыншыға кем ойнады. Соған қарамастан Қазақстан кубогындағы ең үздік голдардың бірін Елімай ойыншысы Рамазан Оразов салып, сол Рамазан Оразовтың үздік голы Елімайға көмектесе алмады. Ақтөбе командасы келесі кезеңге өтті. Келесі кезеңде жартылай финалдық жолдаманы Ақтөбе Алтай командасымен сарапқа салады. Қазақстан кубогы соңғы ширек финалға жолдаманы Ордабасы Каспий сарапқа салды. Есеп 3-0 Ордабасының сенімді жеңісі. Ойынға келетін болсақ, ойынның 17-ші минутында Димитр Митков алыстан бағытталған допты
қақпашы қайтарған, бірақ қақпашы Димитар Митковтың аяғына салып берген. Ойынның 17 минутында Димитар Митков есепті ашса, ойынның 64 минутында Каспий ойыншы Диорджан Арипов қызыл қағаз алып, Каспий командасын бір ойыншыға кем қалдырды. Айбалаңға көтерілген допты Жасұлан Әмір жақсы пайдаланып, Димитар Митковқа пас береді. Димитар Митков дубль жасап, Ордабасыға екінші голын сыйлады. Ойынның аяқталуына 3 минут қалған кезде Айбалаңнан Вакулконың Айбалаңға көтерілген добын Димитар Митков 3-ші голын салып, бұл матчта хет-трик жасады. Ордабасы командасы 3-0 сенімді жеңіс. Ордабасы келесі ширек финалда Жетісу командасымен ойнайды.